Таеквондодан қара белбеу мен екінші дан иегерлері, ерлі зайыпты бапкерлер Иралы Нұрланұлы мен Назгүл Таңатарқызы бірнеше жылдан бері аталған шығыс жекпе-жегі бойынша Исатай спорт клубында жас таланттарға тәлім беріп келеді. Еңбектері еленіп, дарынды шәкірттері бүгіндері түрлі қалалық, республикалық жарыстарда топ жарып, жүлдегерлер қатарынан көрініп жүр. Молодцы. 3 свидания кеттік. Дауыстарымыз қайда? Оңтүстік Астанадағы Алматы арена әмбебап спорт кешенінде күніне 3-4 ауысымда бірнеше жас мөлшері бойынша жаттығу өткізу әрине оңай шаруа емес. Шәкірттердің де мінез құлқы, ынта-ықыласы әртүрлі болатыны белгілі. Алайда ерлі зайыпты қос маманның алға қойған мақсат мұрат айқын. Ол қызын өздеріне сеніп тапсырған ата-ананың үмітін ақтап, туған елінің абырой мәртебесі үшін қалтықсыз қызмет ететін дені сау, рухы мықты, белсенді азаматтарды тәрбиелеп шығару. Үлкен жауапкершілік бұл жерде. Кішкентай баламен жұмыс істеу деген, ата-анамен жұмыс істеу деген оңай нәрсе емес екен. Өзім міне қазір істеп жатқаныма 7 жыл болды тренер болып. Оның бәрі басымнан өтті, көрді, басыма жетті. Қыз балаға әрине қиынырақ тренерлыққа, өйткені ояқта ер адамдар болған соң жаңағы характер болу керек дейді, мінез болу керек, жігер болу керек. Жарысқа барып, әр баланы шығарудың өзі оңай емес. Әр балаға уақыт бөлу керексің, көңіл бөлу керексің, жарысқа апарып, қай балаға ұрсу керек, қай балаға ұрыспау керек, қай балаға ақылмен айту керек, қай балаға айқалап, ұрсып, кішкене мінезіңді көрсету, оның бәрі оңай емес. Жания болып екеуі бірігіп дайындап жатыр. Бұл өте әсерлі, өте керемет тамаша жағдай. Енді ерлі зайыпты бапкер бірге бол деген енді өте тарихи жағдай десе де болады. Біздің Назгүл Сабони осы Алматы арена ашыла салған кезде 20-ға толмаған кішкентай ғана қазақтың қайсарлы қызы еді. Мінекей, бізбен бірге 5-6 жылдан бері қарай өзі жанына өмірлік серігін тауып, Ералы мырзаны тауып, отбасыларын құрып, отбасыларымен екеуі де бірдей жаттықтырушы. Бізге ол әбден қуантты. Неге? Себебі бір жаттықтырушының жанына екінші бір жаттықтырушы қосылды. Ол отбасылық жаттықтырушылар болғаннан кейін, олардың жұмыстағы да сұрақтары және де үйлеріндегі сұрақтары да бір сұрақ болады. Бір-бірінің жан дүниесін түсінеді. Бір-біріне әрқашанда қол ұшын береді, көмектеседі. Біз сол жағынан қатты қуандық. Ұстазы мықтының ұстамы мықты демекші, Иралының бірінші әрі жеке бапкері, қара белбеу мен 6-шы дан иегері, ардагерлер арасында 2 дүркін әлем чемпионы Исатай Қабеков. 30 жылдық еңбектің ақталып жатқандар деп санаймын. Енді біз енді осы таеквондо 90 жылда мына Мұстафа Өсірік ағамызбен келгенбер осындамыз ғой да. Бексейіт Төкеев ағамыз президент, солар қасында болып таеквондо келгеннен таеквондоның ашылғаннан бері осы жердеміз ғой, 30 жыл болды. Бүгіндері Алматы облысы таеквондо федерациясының президенті міндетін атқарушы Исатай Шотанұлы қазақ топырағына алғаш кәрістің таеквондо жекпе-жек өнерін алып келген ұлт мақтанышы марқұм Мұстафа Өзтүріктің төл шәкірті. Тонның ішкі бауындай жақын араласатын Исатай досына 7 жастар Иралына кезінде әкесі Нұрлан жетектеп апарған болатын. 1999 жылы алғаш осы мектеп табаларын аттағанда сол таеквондоға сол бірінші класстан бастап қатысты. Өзінің жаттықтырушы Исатай Қабеков, Мұстафа Өзтүріктің алғашқы шәкірті. Содан бері соның қолына тәрбиеленіп, қара белбеу иегері болды. Жалпы енді үлгі алатын адам жалғыз. Ұстазым өзім, Исатай Қабеков. Ол кісі біздің жалғыз ұстазым. Единственный ұстаз деуге келеді, жалғызды. Сол кісінің тәрбиесін алдым. Осы күнге дейін 99-да өзіңіз білетіндей таеквондоға келгелі әлі сол спортта жүрмін. Тренер болу деген ой болмады шынында. Енді бірақ өзіміздің ұстаздарға көрінеді ғой сырттан. Исатай Қабеков ұстаздың өзі айтып еді, шынымен өзі сенен тренер жақсы шығады деп айтқан, ол кісі кезінде айтқан өзі. Иралы кішкентай кезінен бастап спортқа бейім бала болып өсті. Мектепке барғаннан бастап Исатай таеквондо клубында жаттықты. Оқумен қатар спортты да салауатты өмір салтында бірге алып жүрді. Таеквондо жаттықтырушысы
Кабеков Исатай ұстаздың жемісті еңбегінің нәтижесінде балам үлкен жетістіктерге жетті. Әрине, спорт бұл үлкен еңбек, төзімділік пен шыдамдылықты қажет етеді. Бұл Ералының осыдан 17 жыл бұрын берген сұхбат еді. Ол сол кездері жасөспірімдер арасында көптеген республикалық жарыстарда жеңіске жетіп, жүлдегер атанды. Қара белбеумен бірінші данға ие болды. Сосын жарақатына байланысты спортшы мансабын ерте аяқтап, бапкерлікке ауысты. Ералының өмірлік жарының Даянықтағы тағдыры да өзіне ұқсас болды. Жамбыл облысының Шу ауданында ерлі зайыпты Таңатар мен Манат Талдыбаевтар отбасында дүниеге келген Назгүлге алғаш таеквондо әліппесін үйреткен ұстазы Мақсат Беріков еді. Үлкен спорт арқылы жақын танысып, ортақ шаңырақ көтерген екі жас бүгіндері ислам есімді бүлдіршінді тәрбиелеп отыр. Балам Алланың қалауымен отбасылық болды. Маған тәрбиелі, инабатты, ибалы Назгүлдей келін әкелді. Келінім де спорт саласында таеквондо жетекшісі болып жұмыс істейді. Кез келген атана өз баласының ақылды, білімді, сымбатты, ең бастысы денсаулығының мықты болғанын қалайды. Сол үшін қолынан келгеннің барлығын жасауға тырысады. Ералы мен Назгүлдің таеквондо үйірмесіне бауыр еті балаларын әкеп жатқан ата-аналардың да бар арман тілегі осы. Ата-ана енді баласын биік шыңдардан көрінгенін қаламайды. Біз әрине балаларымыздың биік шыңдардан көріне бергендерін қалаймыз. Біз Исатай спорт клубына берген себебіміз өте жаңағы Назгүл Сабони отбасында бізде тренер. Оған көп алғысымызды білдіреміз. О кісіні сырттай өзіміз танып, жарыстарға баратынбыз басқа бір тренерде болып. Содан кейін сол кісіні көріп, кішкене шымыр екен, балаларға кішкене спорт тәрбиесі де мықты екен, соны көріп, біз Назгүл Сабониға кішкене бет бұрдық, шыны керек. Содан кейін сол Алматы аренаға кәдімгідей нақты өз шешімізбен әкесімен ақылдаса келіп бердік. Үйде енді жаттығу жасатамыз, бірақ ондай болмайды да енді. Кәсіпкей бапкерлер біріншіден өздері дайындаған дұрыс. Сол үшін біз осы Алматы аренаға апардық ұл бен қызды. Бір 2 жыл болып қалды ғой деймін шамамен. Енді 2 жылдың ішінде жақсы нәтиже көрсетіп жатыр осы бапкерлердің арқасында. Менің атым Ыбырай Дәулет. Бері қарап сөйле. Ал қарындасымның аты Ыбырай Айзада. Біз таеквондоға қатысып жүргенімізге 2 жыл болды. Жалпы таеквондо маған ұнайды. Біз бүгін қызыл пояс және көк пояс алдық. Осы карантинде біз өзіміз үйде жаттығу жасап жүрміз. Осы карантин қайтсын. Біз жарысқа барып бірінші орындарды алдық. Қалай, бірінші орындар оңай келе ме екен? Жоқ, оған дайындалу керек. Болашақта мен осы біздің көк туымызды көтеріп, әлем чемпионы болғым келеді. Оған Исатай спорт клубы жыл сайын түрлі дәрежедегі белбеулер үшін өткізетін арнайы емтиханда анық көз жеткіздік. Бапкерлер өте жақсы. Мен ең жоғары баға берер едім бапкерлеріне. Рахмет өте. Балалар сондай керемет шәкірттер тәрбиелеп жатыр. Керемет чемпиондар болып жатыр. Жақсы, өте жақсы. Шәкірттердің шеберлік деңгейін байқау мақсатында ұйымдастырылған кезекті сынаққа Исатай спорт клубының президенті Исатай Қабеков қатысып, жас өрендердің білігін бағамдады. Әрине сынақтан бәрі сүрінбей өтті десек, ақиқаттың ауылынан алыстарымыз анық. Бірақ абай атамыз айтпақшы, болмасаң да ұқсап бақ деп бар үйренген білгендерін көрсетуге тырысты. Емтихан соңында Даяныққа қара белбеуге үміткерлер шығып, түрлі күрделі жаттығулар жасады. Бапкерлік мансабында талай талапты таланттың томағасын сыпырған Исатай ұстаздың көңілінен шығуға аянып қалған жоқ. Мен таеквондоға 2006 жылдан бастап, қазіргі 2021 жылға дейін қатысып келе жатырмын. Бұл менің черный пояс біріншіден кішігірім ғана жеңісім деп ойлаймын. Өйткені алда талай жетістігім болады. Әлемдік жарыстарда өзімнің өнерімді көрсетейін деген ойдамын. Мен
алғашқы мақсатым өзімді қорғау және Қазақстан чемпионы болу болатын. Ал қазіргі мақсатым әлемдік ареналарда қазақтың намысын қорғау және қазақтың туын желбірету. Осы мен Назгүл Сабонева рахметімді айтамын. Мені осы черный поясқа дейін итермелеп, мені әр жерге апарып, әр қалаларға, международный жарыстарға, республиканский, шет елдегі жарыстарға да апарып, орын алып жүр. Сынақ аяқталған соң білігін дәлелдеген шәкірттер тиісті белгілеріне қол жеткізіп, жанын шүберекке түйген ата-анасын мәз-мейрам етті. Айсұлтан келі. Ағасы ма, інісі ма? Ағасы келі ғой. Жылдан бір. Нұрбақыт келі ғой. Келесі. Қандай белбеу бұл? Шалы. Енді қандай белбеу алғың келеді болашақта? Қала. Ол үшін не істеу керек қаралу үшін? Күрті ажимация істеуі. Мен тренерлердің аты Назгүл Сабони мен Ерау Сабони. Олар күшті тренер. Біз тренермен көптеген жарыстарға бардық. Мұстафа Өзтүрік кім? Таеквондоны Қазақстан халқының Алып келген, алып келген. Ерлалы мен Назгүлге өте рахмет айтқым келеді. Өсіп үйретіп, балаларымды жақсы тәрбиелеп жатыр. Ынталандырып, өте сондай жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Сондай-ақ үздік ата-ана, үздік спортшы сынды өзге де бірнеше номинация бойынша марапаттау рәсімі өтті. Құрмет. Бұл кісі вообще бермеген ешкімге. Қалған аталар кейбіреуі бір жыл алып, келесі жыл алмайтын. Бұл кісі всегда. Рахмет. Активный аталар. Өз кезегінде Исатай Қабеков Алматы облысы таеквондо федерациясы атынан белсенді ата-аналарға арнайы дипломдар табыс етті. Кейін нағыз чемпион атанды. Енді мына жерде ойлап қаласыздар, неге 2 диплом деген? Бұл жерде мынау біреуі біздің өзіміздің кәсіпқой спорт клубтың атынан беріп жатырмыз. Мынау екіншісі Алматы облыс таеквондо федерациясының атынан беріп жатыр. Мен өзім Алматы таеквондо федерациясы облысының таеквондо федерациясының президентімін. Сондықтан 2 алғыс хат беріп жатырмыз да. Өйткені осы балалардың да, бапкерлердің де жетістіктері сіздердің арқаларыңызда. Қатты шапалақтап қояйық, табысқа жете беріңіздер. Осы тұста Исатай спорт клубының жаттықтырушылары мен ата-аналар арасындағы өзара сыйластық пен түсіністікті, жұдырықтай жұмылған бірлікті, берекелі тірлікті айрықша атап өткен жөн. Кез келген білекті бапкерге елін жерін әлемге танытатын дарабоз шәкірт тәрбиелеп шығару өте қиын, тіпті мүмкін емес деуге де болады. Ата-аналар тұрғысынан да жаттықтырушыларға кәдімгідей көмектер керек. Ол жаңағы моральдық көмектер дейді, материалдық көмектер дейді. Біз Құдайға шүкір, осы Алматы аренасының ата-аналарының ауызбіршілігінің арқасында осының бәрін бір кісідей әлі күнге дейін жеңіп келе жатырмыз. Ауызбіршілік болған жерде балалар тренировкаларын тастамайтынына көзіміз жетті. Ауызбіршілік бар жерде кез келген бастаған жұмыс аяғына дейін жететінін де білеміз. Әрине, ұстазын құрметтеген шәкірттің әрқашан жолы ашық, жұлдызы жарық, бағы басым болар анық. Исатай ағамызға және де ол кісілердің шәкірттері, отбасылық спортшылар, отбасылық тренерлерге бір ду қошемет құрмет Исатай аға
оралма томбалмай жол болады дейді. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра десе, біреулер айтып жатады. Нағыз жігіт ол жігіттің серісі дейді. Сіз нағыз қазіргі таңда үлгі көрсететін, үлгі болатын азаматтың бірісіз. Сіз марқұм бәрімізге арман, елімізге арман Мұстафа Өзтүрік осы таеквондоны аяқтан тік тұрғызып, бүткіл дүние жүзіне, түркі әлеміне қалдырып кетсе, оны жалғастырып келе жатқан Исатай аға өзіңізсіз. Сондықтан сіз азамат әрқашанда аттан түспеу керек. Тізгінді ұстау керек. Шәкірттерінің шәкірттері шығып жатыр. Сіз бақытты атасыз, былайша айтқанда. Сіздей бақытты атаға осы ата-аналар, мінекей Сабойындардың атынан бір кішігірім шапанымды жауып жатырмыз. Тұлпарда да тұлпар бар, қазан аты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек десе, сіз сол нағыз азаматтың өзісіз. Отандық таеквондоны сөз еткенде оның іргетасын қалаушы Мұстафа Өзтүрік пен Қазақстан Республикасы Таеквондо Федерациясының тұңғыш президенті Бексейіт Түркиевті айрықша атап өту парызымыз. Арман Шылмановтың Бейжің Олимпиадасындағы қола жүлдесі де сол қапыда мерт болған қос марқұмның ерен еңбегінің жемісі десек артық айтпаспыз. Өкінішке қарай, содан бері жерлестеріміз әлемдік ареналарда ауыз толтырып айтарлықтай табыстарға жете алмай келеді. Демек, бұл соңғы жылдары таеквондо жекпе-жегі дұрыс бағытта дамып жатқан жоқ деген сөз. Нақтырақ айтсақ, оған бұқаралық сипат беріліп, мемлекет тарапынан жан-жақта қолдау көрсетілуі тиіс. Ендеше Иғалы мен оның құрай қосқан қосағы Назгүл қарындасымызға үлкен еңбек пен жауапкершілікті талап ететін жаттықтырушылық мансапта да, жеке өмірде де толағай табыс тілейміз. Бұл екі жас отбасына бақыт тілеймін, біздің жолымызды берсін, Мұстафа ағалардың, Бексейіт ағалардың жолын берсін. Ертеңгі артымызда қалатын осылар ғой, бізді жалғастыратын. Біз енді өзің айтпашы, ата болдық қой ма? Ата болдық, біздің енді қазіргі біздің тек бұларға бата беріп, жолдарын ашып, жолдарын бізге жол салып қойған ғой, сол жолдан тайдырмай дұрыс жолмен жүргізу ғой біздің мақсатымыз. Екі балама айтатын тілегім, алдарына қойған мақсаттарына жетуіне тілектеспін және шығармашылық табыс тілеймін.